ақш президенті енгізген баж салығының біздің елмен арадағы сауда-саттыққа соншалықты әсері болмайды. Сауда министрлігі бүгін осындай мәлімдеме таратты. Былтыр біз Америкаға 2 миллиард доллардың тауарын сатқанбыз. Ол шикі мұнай, уран, күміс, ферроқорытпа және басқасы. Бұл өнімдер онсызда ақш билігінің жарлығы бойынша ерекше тізімге енгізілген, бірақ қосымша баж салынатын тауарлар қатарындағы фосфор мен линзаны ақшқа сатады екенбіз. Жаңа тариф соларға ғана әсер етеді дейді сауда министрлігі жазбасында. ақш президенті Дональд Трамп бүгін Америкаға тауар импорттайтын 185 елге баж салығын енгізді. Қазақстан үшін оның көлемі 27% деп белгіленген. Отандық қаржы сарапшысы Расул Рысманбетовтің пікірінше, бұдан экономикамыз ауыр соққы алады деп айту қиын. Прямо сейчас незачем беспокоиться. Дәл қазір уайымдайтын түк жоқ. Бұл жағдайда доллар әлсіреп, теңге күшеюі мүмкін. Бірден ақша айырбастауға жүгірмеңіздер. 27% баж салығынан Қазақстанға келіп кетер әсері болмайды. Себебі негізгі сауда серіктесіміз Қытай, Еуроодақ пен Ресей. Қосымша тарифтің жанама әсерін шамамен бір айдан кейін өзге ел саудасынан байқауымыз мүмкін.